өте аса маңызды кезеңде бас қосып отырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы бұл біздің тәуелсіздігімізді нығайтып, және де әділетті Қазақстан ұстанымын тік бағыттандырып, және де сол қағиданы ұстануға тікелей арналған құжат. Біздің ата заңымызда үлкен мемлекеттің ең басты құндылығы бұл адам деп бекітілген. Сол адамның ең үлкен тірегі бұл денсаулық деп анық айтылған. Қазіргі таңда біздің жаңа қолдануға келе жатқан Конституцияның 32-ші бабында әрбір азамат өзінің денсаулығын қорғауға құқылы деп айқын көрсетілген. Қазіргі таңда медицина саласында көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Соның ішінде басты назарда біздің президентіміздің қолдауымен бұл ауыл медицинасы. Біздің басты мақсатымыз облыстық орталықтан шалғай орналасқан аудандар мен елді мекендердің халқына сапалы және тиімді медициналық көмек беру. Қазіргі таңда аудан көлемінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Көптеген жаңа мамандар тартылып, және де заманауи технологиялар қосылып жатыр. Біздер медицина саласының қызметкерлері әрине алда келе жатқан референдумға бір бастай қосылып, конституциямызды қолдаймыз. Біздің алда келе жатқан саяси реформаларға үлкен сенім артып отырмыз. Біздің мемлекет президентіміздің осындай реформаларды енгізіп жатырғанына алғыс білдіреміз.